Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Тавунова Сандуғаш Қуанышбайқызы, нөмірі 1 жалпы білім беретін мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімімін. Қазақ тілінде оқытпайтын мектептерде мемлекеттік тілді балаға үйретудің және дамытудың өзіндік қиындықтары бар. Осы тұста мұғалімнің сабақ жоспарының ең маңызды бөлігі жаңа сөздермен жұмыс болып табылады. Мемлекеттік тілді меңгертіп, еркін сөйлеп, өзінің ойын еркін жеткізе алатын баланың сөздік қоры көп болу керек. Сондықтан күнделікті сабақта жаңа сөздерді қызықты әрі тез меңгертудің тиімді жолдарымен бөліскім келеді. Адамның жадысы 3 түрлі форма арқылы жұмыс жасайды. Оның бірі есту арқылы, көру арқылы және сезу арқылы. Осы тұста есту арқылы жүзеге асуы үшін мен тақтаға балалардың жемістің суреттерін шығарып қана қоймай, аудио материалды тыңдату арқылы, яғни тыңдау дағдысы арқылы балалардың жаңа сөздерді тезірек есте сақтап қалуына көбірек мүмкіндік береді. Алмұрт, шие, шабдалы, анар. Екіншісі көру арқылы. Осы жемістер тақырыбына қатысты арнайы дайындалған видеоны балаларға көрсету арқылы балалар әрі көреді, әрі тыңдайды. Осы арқылы көру жадысы арқылы жаңа сөздерді жаттап алуы өте нәтижелі болады. Жемістер. Алма. Келесі тағы бір тиімді тәсілдерімнің бірі қораптағы сөз әдісі. Осы қорапта жасырылған суреттерді балалар ашады, яғни ондағы суреттердің аудармасын айтады. Аудармасын айтып, табылған сөз арқылы балалар сөйлем құрайды. Келесі бір тәсілдердің бірі түстері бірдей сөздерді біріктіру арқылы жаңа сөздерді жаттау тиімдірек болады. Ол міне. Келесі бір тиімді тәсілдердің бірі карточкаларды көрсету арқылы, мысалы мен қолымдағы жасыл карточка арқылы сіз суреттегі жасыл түсті көкөністі немесе жасыл жемісті атап беріңіз деу арқылы балалардың есте сақтау қабілеті жақсы нәтижелі болады. Тағы бір тиімді тәсілдердің бірі қазақ тілі сабағына ребус, сөз жұмбақ шешу арқылы, ойын формалары арқылы есте сақтау тез жүзеге асады. Келесі бір тәсілдердің бірі сөз жұмбақ жасыру. Сөз жұмбақтың құрылымы 2 сын есімнен 1 зат есімнен болу керек деген тапсырма беру арқылы балалар әрі сөз жұмбақ жасыруды үйренеді. Осы арқылы жаңа сөздердің қатары толығады. Сабақ барысында көру, есту арқылы ғана жаңа сөздерді меңгертіп қана қоймай, сезу арқылы есте сақтау қабілетін жақсарту үшін сіз, мысалы, жемістер тақырыбында әртүрлі жемістердің формаларын немесе кәдімгідей табиғи жемістерді әкелу арқылы, олар ұстап көру арқылы есте жақсырақ сақтайды. Сонымен қатар қазақ тілін меңгертетін, үйрететін сайттардың тізімін сіздерге бөліскім келеді. Өзім осы сайттармен, материалдармен электронды жұмыс жасаймын. Өте тиімді нәтижесін көрсетіп жатыр. Сонымен қатар сабақта балаларға мнемо карта, мнемо жол, мнемо кесте, коллаж түрінде көрсетілген материалдарымды тарату арқылы балалардың есте сақтау қабілетін мен жақсы дамытып жүрмін. Назарларыңызға көп-көп рахмет.